Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай таңғы асқа таптырмас пайдалы әрі дәмді граноланың жасалу жолымен бөлісемін. Гранола әсіресе балалардың сүйікті тағамы. Оны сүтпен, йогуртпен және тәтті айранмен ұсынса жақсы үйлеседі. Бізге қажетті заттар: сұлы жармасы, бал, таза бал болу керек, сары май, неғұрлым 82% майдан қосқан дұрыс, корица, бұл жерде менде кептірілген шие және клюква, және жаңғақтың түрлері. Кептірілген жеміс пен жаңғақтардан әркім өз қалауынша басқа түрлерін қосса да болады. Шие ірі болғандықтан мен осылай ұсақтап турап алдым. Ал жаңғақтарды осылай ұсақтап тураймыз. Немесе тез болсын десеңіз, осындай блендермен ұсақтап алуға болады. Енді ыдысымызға сары май мен балды салып, баяу отта ерітіп аламыз. Қайнап кетпеу керек. Еріген кезде отты өшіре қоямыз. Енді осыған сұлы жармасын, яғни геркулесті саламыз. Кептірілген жемістерімізді қосамыз, жаңғақтарымызды қосамыз және жақсылап араластырамыз. Кептірілген жемістер мен жаңғақтарды осы кезде қоспай, дайын болған кезде қосса да болады. Мен корица қостым, енді оны әркім өз қалауынша, ұнатпайтындар қоспаса да болады. Осылай әбден май мен бал сіңгенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және осылай ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, үстінен салып жайып шығамыз. Тегістеп аламыз және пешімізге 180 градусқа 30 минутқа саламыз. Бұл жерде ескеретін бір жайт бар. Пешке салғаннан кейін қарап отырып, әрбір 10 минут сайын алып, осылай қасықтың көмегімен араластырып отырамыз. Шетін ортасына қарай, астын үстіне қарай жақсылап тұрып араластырамыз. 30 минуттан артық қоймаймыз. Граноламыз осымен дайын болды. Граноланы құрғақ жерде және беті жабық ыдыста сақтаған дұрыс. Рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Граноланы әркім өз қалауынша сүтпен, тәтті айранмен, немесе йогуртпен бірге ұсынса болады. Ал мен чия қосылған тәтті айранмен және жеміс жидектермен бірге ұсындым. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.